Адамдармен тіл табыса білудің басты құпиясы. Жер бетінде адамның қандай да бір істі атқаруына түрткі болатын бір ғана жол бар. Сол жайлы ойлап көрдіңіз бе? Иә, қателеспедіңіз. Бір ғана жол. Ол адамға қандай да бір істі өз қалауымен орындату. Есіңізде болсын, басқа жол жоқ. Әрине, тапанша кезеп тұрып, біреудің қол сағатын немесе әмиянын тартып ала аласыз. Қол астыңыздағыларды жұмыстан шығарамын деп қорқытып, мәжбүрлі түрде іске жұмылдыруға болады. Балаңызға да шыбықтың күшімен айтқаныңызды істете аласыз. Алайда, мұндай жағымсыз тәсілдердің салдары да жағымсыз болатынын ұмытпаған жөн. Адамға қандай да бір іс әрекетті жасатудың жалғыз жолы оның қалауын орындау. Ал адам нені қалайды? Зигмунд Фрейдтің ойынша қандай да бір іс әрекетке түрткі болатын екі-ақ себеп бар. Оның бірі жыныстық құмарлық болса, екіншісі ұлық болсам деген құлшыныс. Американың сұңғылы философтардың бірі Джон Дьюи бұл ойды сәл басқаша жеткізеді. Оның пікіріне сүйенсек, адамзат үшін ең басты нәрсе маңызды болуға деген құштарлық. Сонымен, сіз нені қалайсыз? Сіздің қалауыңыз онша көп емес, алайда сол аз ғана қалауыңызға қол жеткізу үшін сіз ештеңеден аянып қалмайсыз. Мысалы, сіз қалайтын дүниелерге төмендегілерді жатқызуға болады. Яғни, денсаулық пен қауіпсіздік, тамақ, ұйқы, ақша және оған сатып алатын бұйымдар, болашаққа деген сенімділік, балаларыңыздың аман саулығы, өзіңізді маңызды сезіну. Әдетте бұл тілектердің біреуінен басқасының барлығы орындалады. Алайда ұйқы мен тамақ сияқты орындала бермейтін бір нәрсе бар. Ол Фрейд ұлық болсам деген құлшыныс деп атаған, ал Дьюи маңызды болуға деген құштарлық деп ат қойған қалау. Кез келген адам өз ортасында маңызды болғысы келеді. Адамның осынау табиғи қажеттілігін қанағаттандырған адам төңірегіне билігін жүргізе алады. Ондай кісі қайтыс болған күннің өзінде тіпті көр қазушының көңілі босайды. Маңыздылығыңызды сезінуге деген құштарлық қана сізді ең соңғы үлгідегі киім киіп, қымбат көлік мінуге итермелейді. Сізді қандай мақтаныш сезімі кернесе, сол сіздің мінезіңізді қалыптастырады. Бұл өте маңызды. Айталық, Джон Рокфеллер өзі ешқашанда көрмеген, тіпті көрмейтін Пекинде тұратын қаптаған кедей қытайлар үшін салынып жатқан заманауи аурухананы қаржыландыру арқылы өзінің маңыздылығын сезінеді. Маңыздылыққа деген құштарлықтың мысалы көп. Джордж Вашингтон өзін аса мәртебелі ақш президенті деп атағанды ұнататын. Колумб болса, мұхиттар адмиралы, Үндістанның вице-патшасы деген атақ беруін сұраған. Екатерина II жоғары мәртебелі патшайымға деп жазылмаған хаттарды ашқысы да келмеген. Виктор Гюго өз құрметіне Париж қаласының атын өзгертуді қалаған. Тіпті Шекспирдің өзі отбасылық мөр таңбаға тапсырыс беру арқылы атын тарихта қалдырғысы келген. Басқалардың назарын өздеріне аударып, аяушылық сезімін туғызу үшін кей адамдардың өздерін шарасыз етіп көрсететін кездері де болып жатады. Жазушы Мэри Робертс Райнхарттың өз маңызын сезініп, өзіне назар аударту үшін науқас адамның кейпіне енген жас әйел туралы айтып бергені есімде. Бірде деп әңгімесін бастаған еді. Райнхарт ханым, бұл әйел оның жасына байланысты мүлде өзгертуге келмейтін ақиқатпен бетпе-бет келеді. Жалғыздыққа мойынсынғысы келмегенімен, тұрмысқа шыға алмайтынын түсінгендей болған ол, төсегінен тұрмай 10 жыл бойы жатып алады. Осы уақыт ішінде әйелдің кәрі анасы бірінші қабат пен үшінші қабат арасында ары-бері жүгіріп, қызына тамақ тасып, оны күтумен болады. Күндердің бір күнінде анасы да қартайып, о дүниелік болады. Бірнеше күн бойы жалғыз жатып, әбден қарны ашқан әйел ақырында орнынан тұрып, киімін киеді де қалыпты адамдардың тірлігіне кірісіп кетеді.
Кей мамандардың пайымдауынша, мына қатыгез өмірде қол жеткізе алмаған биігіне тым болмағанда қиял әлемінде жету үшін адамдар шынымен де ақылынан адасатын жағдайға жеткен. Америка құрама штаттарын мысалға келтірер болсақ, онда психикалық ауытқуға шалдыққан адамдардың саны басқа барлық ауру түрлерімен салыстырғанда әлде қайда көп. Адамдардың осылайша ақылынан алжасуына не себеп? Бұл сұрақтың жауабын ешкім де дөп басып айта алмайды. Расымен де, психикалық аурулардың тең жартысы мидың зақымдануы, ішімдік, улану және түрлі жарақаттардың салдарынан пайда болады. Көптеген психикалық науқас адамдар жан тәсілім еткеннен кейін ең күшті микроскоптардың көмегімен олардың ми жасушаларының сіз бен біздікі сияқты сап-сау екендігі анықталған. Олай болса, бұл адамдар неліктен ақылынан алжасады? Мен бұл сұрақты психиатрия ауруханаларының бірінің бас дәрігеріне қойған едім. Бұл дәрігер адамдардың неліктен ақылынан адасатынын білмеймін деп жауап берген болатын. Оның ойынша, бұл адамдар күнделікті өмірде қадірін біліп, маңызын асырып отыратын ортасы болмаған соң несінен адасады. Сосын ол маған мына жағдайды әңгімелеп берді. Бір пациентім тұрмысқа шығып, оның соңы қайғылы жағдаймен аяқталған еді. Оған керегі махаббат, төсек ләззаты, балалары мен әлеуметтік жағдайының жоғары болуы ғана еді. Алайда өмір оның бар үмітін тас-талқан етті. Күйеуі оны сүймеді. Тіпті ол әйелімен бір дастархан басында тамақ ішуден бас тартып, тамағын өз бөлмесінде жетін. Байғұс келіншек бала да туа алмады, қоғамда да өз орнын таппады. Сөйтіп ол ақылынан адасты. Қиялында күйеуінен ажырасып, қыз күніндегі тегін қайтардым деп ойлады. Қазір ол өзін ағылшын аристократына күйеуге шықтым деп ойлап, өзін Смит ханым деп шақыруын сұрайды. Ал балаға келсек, ол түн сайын бір баладан туып отырамын деген ойда. Оған келген сайын маған ол өзінің түнде балалы болғанын айтып сүйінші сұрайды. Осылайша өмір деген дарияның дүлей толқындары оның армандарын ақиқат құздарына соғып быт-шыт қылды. Алайда алжасудың қияли әлемінде оның жел қайығы армандар аралына қарай жылжып келеді. Оның дәрігері маған бұлай деген еді: қолымнан келсе де, мен бұл әйелді емдеп жазбас едім. Өйткені осы күйде ол өзін өте бақытты сезінеді. Кейбір адамдар өз маңызын сезіне алмағандықтан есінен адасып жататынын ескерер болсақ, олардың қадірін біліп, жылы сөз айтып, қолдап, қуаттап отырсаңыз қандай керемет болатынын елестете беріңіз. Америка бизнес саласында жылына $1 миллион астам жалақыға қол жеткізген алғашқы адамдардың бірі Чарльз Шваб небәрі 38 жасында, оны Эндрю Карнеги 1921 жылы жаңадан құрылған ақш металлургиялық компаниясының алғашқы президенті етіп тағайындайды. Эндрю Карнеги не үшін Швабқа жылына $1 миллион, яғни тәулігіне $3000 төлеп отырды? Не үшін? Швабтың ойынша, оған бұл ақшаны адамдармен тіл табыса білу қабілетіне бола төлеген. Оның өз аузынан естіген құпия төмендегідей: бұл айтылғандарды тасқа қашап, жер бетіндегі барлық үйде, мектепте, дүкенде және кеңседе іліп қою керек. Адамдардың құлшынысын оята білетін қабілетімді, дейді Шваб, Құдайдың маған бере салған ерекше сыйы деп білемін. Сондықтан оны адамда бар ең жақсы қасиеттерді дамытуға жұмсамақпын. Басшылардың сыны адамды атақ абыройдан жұрдай қылатын бірден бір себеп. Мен ешқашанда ешкімді де сынамаймын. Мен адамдардың жұмысқа деген құлшынысын қалай арттыруға болатынын білемін. Сондықтан мен оларға жөнсіз тиісудің орнына мақтағанды жөн көремін. Ал қандайда бір нәрсе көңілімнен шығып жатса, қол астығымдағыларды құптап, жақсы сөздерімді аямай мадақтап отырамын.
Жауаптың бар құпиясы осы ғана. Ал басқалар не істер еді? Олар әдетте керісінше жасайды. Қандай да бір нәрсе ұнамаса, олар қара аспанды төндіруге дайын тұрады да, ұнап жатса, оған еш мән бермей, үндемей қоя салады. Бұл туралы ескі бір өлең бар. Жамандық жерде жатпайды, жақсылығыңды ешкім айтпайды. Алғыс айту қазіргі кезде ұмыт бола бастаған жақсы қасиеттеріміздің бірі. Өкінішке қарай, ұл-қыздарымыз мектептен жақсы баға алып келсе, алғаш рет пісірген бәліші дәмді болса, немесе құстың ұясын өз бетімен жасай алса, біз оларға жылы сөзімізді қимаймыз. Ата-ананың олардың жасаған ісіне қызығушылық білдіруі мен мақұлдауынан артық балаларды ештеңеде қуанта алмайды. Егер істеген тамағы ұнап жатса, аспазға міндетті түрде алғыс айтыңыз. Сатушы шаршағанына қарамастан сізге жақсы қызмет көрсетсе, одан да жылы сөзіңізді аямаңыз. Кез келген министр, лектор немесе шаршы топта сөз алған кез келген адам көпшілік алдында сөйлегенде ешкім қол соғып қошемет көрсетпегеннің қандай болатынын біледі. Тұлғааралық қарым-қатынас барысында серіктестеріміздің барлығы да адам екенін, олардың барлығы да алғыс алуды ұнататынын ұмытпағанымыз жөн. Бұл барлық тірі жанға тән нәрсе. Жұмысқа бара жатқанда немесе келе жатқанда, көшеде немесе қоғамдық көлікте төңірегіңізден бір жақсылық байқаңыз. Бір жақсылық байқасаңыз, рахмет айтып жүріңіз. Шынайы алғыс келесі кездескенде достыққа ұласатынына кәміл сеніңіз. Коннектикут штатының Нью-Фэрфилд қаласының тұрғыны Памела Данхэм басқа жұмыстармен қатар өз міндетін дұрыс атқара алмаған еден жуушыға басшылық етуге де жауапты болатын. Басқа жұмысшылар еден жуушыны мазақ қылып, оның жұмысты дұрыс атқара алмағанын көрсету үшін дәлізді қоқысқа толтыратын. Бұл жұмыс уақытын құр босқа дүкен аралаумен өткізумен бірдей еді. Пэм ынталандырудың түрлі жолдарын байқап көреді. Оның кейде жұмысын өте жақсы атқаратынын ол байқайтын, сондықтан басқа адамдардың көзінше оны мақтап қоятын. Осыдан кейін ол жұмысын күннен күнге жақсартып, кейіннен еш бақылауды қажет етпейтін болды. Қазір оның жұмысына ешкім де сөгіс айтпайды, керісінше оны мақтап отырады. Шынайы ризашылық пен алғыс сын мен келемежді шаң қаптырып, жақсы нәтижеге жетуге көмектесті. Біреудің жанын ауырту арқылы ол адамды ешқашан өзгерту мүмкін емес. Сондықтан бұл тәсілді мүлдем қолданбаған жөн. Қиып алып, айнама жапсырып қойған, қаласам да, қаламасам да күнде көруге мәжбүр болатын бір ескі мақал бар. Онда былай делінген: бұл жолды мен бір-ақ рет жүріп өтемін. Олай болса, қандай да бір жақсылық жасау керек болса, дәл қазір жасауыма мұрсат беріңіздер. Жасар жақсылығымды кейінге қалдыруға немесе көңіл бөлмеуге жол бермеңіздер, өйткені мен бұл жолмен екінші рет жүрмеймін. Эмерсон бұл туралы былай дейді: өмірімде кездескен әр адам менен жоғары, сондықтан да мен олардан үйрене берем. Эмерсонның өзі осылай десе, сіз бен біз туралы не деуге болады? Олай болса, өзіміздің жетістігіміз бен қалауымыз туралы ойлауды бір сәт қоя тұрайықшы, осылайша басқа адамның жақсы жақтарын табуға тырысайық. Жағымпаздыққа жол бермейік. Адамдарға берер бағаңыз шынайы, жүректен шығар болсын. Сонда ғана адамдар оны бағалап, жылдар бойы қайталап айтып жүретін болады. Ұмытып қалсаңыз, оларды қайта еске түсіріп, қайталап отырыңыз. Көрсетер құрметіңіз шынайы әрі әділ болсын.